10 сынып 5-те 36 есеп көп мүшелердің біріншісіне екіншісіне қалдықпен бөлу. Яғни менде x-тің 5-ші дәрежесі шығу үшін x кубты x квадратқа көбейтемін. Так, x квадрат екеуін көбейткен кезде x-тің 5-ші дәрежесі шығады. X квадратты минус x-қа көбейтетін болсам минус x куб, x квадратты 1-ге көбейтетін болсам плюс x квадрат. Азайтамын. X-тің 5-ші дәрежелері бір-бірімен жойылып кетеді. Одан кейін менде қалатыны минус x-тің 4-ші дәрежесі. Азайтамын. Так, бұл жерде x куб и минус x куб болғандықтан плюс 2x куб болады. Яғни мына минус пен мына минус плюс болып кетеді, екеуі бір-біріне қосылады. Сосын минус x квадрат, минус пен плюс минус болады, минус x квадрат. Сосын плюс x және минус 1-ді біз жазып қоямыз. Енді маған минус x-тің 4-ші дәрежесі керек. Сондықтан мен минус x-қа көбейтемін. Екеуін көбейтсем, минус x-тің 4-ші дәрежесі. Екеуін минус x пен минус x көбейтетін болсам, плюс x квадрат болады. Минус x пен 1-ді көбейтетін болсам, минус x болады. Азайтамыз. Так, таңбалары бірдей. X-тің 4-ші дәрежелері бір-бірімен жойылып кетеді. 2x кубтың өзі жазылады. Яғни астында бізде куб жоқ. 2x кубтың өзін жазып алдым. Минус 2x квадрат азайту x квадрат. Яғни минус 3x квадрат болады. Минус пен плюс минус болып кетеді. Сонда минус 2, минус 1, минус 3x квадратты береді. Сосын плюс x азайту минус x. Яғни мына минус пен мына минус плюс болып кетеді. X-ке x-ті қосатын болсам, менде 2x болады. Және 1-ді жазып аламын. Енді маған x-тің 3-ші дәрежесі керек. 3-ші дәрежесі өзінде бар. 2-ге көбейтіп шығамын. 2-ге көбейтетін болсам, 2-ге x кубты көбейтетін болсам, 2x куб болады. Екеуін көбейтетін болсам, минус 2x. Екеуін көбейтетін болсам, плюс 2 болады. Азайтамын. Екеуі бірдей жойылып кетеді. Менде 2x кубтар. Сосын минус 3x квадрат. 2x азайту минус x. Минус пен минус плюс болады да, 4x болады. Менде минус 1 азайту 2. Минус 3-ті береді. Так, енді менде жазамын. X куб азайту x плюс 1. Қосу емес, менде азайту болып тұр ғой мына жерде. Қалдықты жазамын. Қалдық менде 3x квадрат плюс 2x минус 1. Сіздер басына мынау көп мүшені бірінші жазып қойсаңыздар болады. Мынау көп мүшені бірінші басына жазып, и қалдықпен бөлгендегі шығатын саны осы. Демек, qx бізде x куб минус x плюс 1-ге тең, яғни мына жерге жазып қоя салайын, qx. Мынау rx, яғни қалдығы. Так, түсінікті болу үшін тағы да бір есебін шығарып көрейік. Екіншісі x-тің 6-шы дәрежесі. Бірінші көп мүшені екінші көп мүшеге мен бөлемін. X-тің 6-шы дәрежесін алу үшін мен x-тің 5-ші дәрежесіне x-ті көбейтемін. Екеуін көбейтетін болсам, x-тің 6-шы дәрежесі, минус x пен x көбейтетін болсам, x квадрат минусы бар. Сонда екеуі жойылып кетеді x-тің 6-шы дәрежелерімен. Минус 2x квадрат азайту минус x квадрат. Яғни мына минус пен минус плюс болып кетеді. Минус x квадраттың өзі қалады. Плюс x минус 1 қалады екен. Яғни менде qx тең болады x-қа, ал rx қалдығы минус x квадрат плюс x минус 1-ге тең екен. Үшіншісі. Бірінші көп мүшені екінші көп мүшеге бөлемін. Яғни x квадраттан беремін. X квадрат пен x квадрат x-тің 4-ші дәрежесін береді. Екеуін көбейтетін болсам, минус x квадрат. Екеуін жойып тастаймыз. Азайт 2x квадрат болады. Минус 2. Енді
плюс 2-ге көбейтемін. 2х квадрат болады. Екеуін көбейтетін болсам минус 2 болады. Тең 0. Сонда менде qx тең x квадрат плюс 2 r тең 0. Яғни rx получается тең 0. Қалдығы жоқ деген сөз. Төртіншісі. Көп мүшенің біріншісін екіншісіне қалдықпен бөлеміз. Менде x-тің 7-ші дәрежесі қажет. Сондықтан x 6-ші дәрежесіне x-тің өзін көбейтемін. X-ті көбейтетін болсам, x 7-ші дәрежесі болады. X-ке x-тің 5-ші дәрежесін көбейтсем, x-тің 6-ші дәрежесі болады. Яғни x-тің 5-ші дәрежесі болады. X-тің 4-ші дәрежесі болады. Яғни бәріне бір-бір көбейтіп шығамын. X-тің кубы, x-тің квадраты, сосын x-тің өзі болады, плюс x. Енді азайтамын. Екеуі бір-бірімен жойылып кетеді. Менде мына жерде минус болғандықтан, екінші қатардағы сандардың барлығын таңбалары қарама-қарсы таңбаға ауысады. X-тің 6-ші дәрежесі, азайту x-тің 5-ші дәрежесі, x-тің 4-ші дәрежесі, x-тің 3-ші дәрежесі, x-тің квадраты минус x деп жазамын. Енді маған минус x-тің 6-ші дәрежесі керек. Ал менде x-тің 6-ші дәрежесінің өзі. Яғни мен минус 1-ге көбейтіп шығамын. Сонда минус 1-ге бәрін көбейткен кезде барлығының алды минус таңбаға ауысады. Яғни x-тің 6-ші дәрежесі азайту x-тің 5-ші дәрежесі, минус x-тің 4-ші, x-тің кубы, x-тің квадраты, минус x және минус 1-дің өзі болады. Сонда мына жерде барлығы бір-бірімен жойылып кетеді де, менде қалатыны минус пен минус плюс болып кетеді. Яғни қалдық 1. Сонда qx тең x минус 1, ал қалдық rx тең ол 1-ге.